Саламатсыз папа, мерекеңізбен. Рахмет canım. Hoş geldiniz. Жасыңыз нешеде? 82. Көптен күткен Наурыз мерекеміз құтты болсын. Ömür жастары балаларымыз ұзақ болсын. Иә, бала шаға. Заманымыз тыныш, аспанымыз ашық. Мынандай қатерлі нелер қайталанбасын. Бәрі өз-өзіне дұрысталып, достық болсын. Қазақстанға бейбітшілік тілеймін, әкем. Бала шаға немере шөберелер аман есен болып, Құдай соларға жақсылықты жинап бере берсін. Әумин, апа, айтқаныңыз келсін. Пенсиямды паршалап соларға бөліп бере берейін. Әмин, рахмет, көп жасаңыз, балаларыңызды көріңіз. Армысыздар, бүгін 22 наурыз басталуға жақын, ауа райы салқындау. Десе де, наурызға мереке келген жұрттың қарасы көп, бәрінің жүзінде ұлттық мерекенің балығы жайнап тұр. Ассалаумағалейкум, құрметті қалайық, қадірмен ағайын, құрметті қонақтар. Мына бүгінгі көктемнің ең алғашқы мерекесі, Наурыз мерекесінде өздеріңізбен қауыштарына қуаныштымын. Ұлыстың бұл күні Наурыз мерекесі құтты болсын, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға жақсылық болсын, қуаныш болсын. Бұл сіздермен 3 жылдың ішінде бірінші рет бас қосып отырмыз. Сондықтан барлықтарыңыздың отбасыларыңыз аман болсын. Тек қана жақсылықта қуаныш тілесейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мен сырттан келген жоқ, осы ауылдың азаматымын. Сондықтан барлықтарыңыздың көмектеріңіз керек, барлықтарыңыз қолдауларыңыз керек. Барлықтарымыз ауыз бірлігімізді ынтымағымыз көрсетіп, бір жағадан бас, бір жігінен қол шығарып, осы еліміздің, халқымыздың, ауданымыздың экономикасын дамытуына, халқымыздың әл-ауқатына бірге жұмыс жасайды деп сенемін. Сіздердің көмектеріңіз керек. Сіздердің көмектеріңіз болғанда, әрбір азаматтың өзінің ауласын таза ұстағаны мен үшін көмек. Әркім өзінің көшесін таза ұстаса, ол мен үшін көмек. Мұғалім сапалы білім, саналы сабақ берсе, ол мен үшін көмек. Дәрігер алдына келген ауруды дұрыс қарсы алып, дұрыс шығарып, жақсы емдесе, ол мен үшін көмек. Ал қалған аудан экономикасын істейтін, көшеге асфальт салу, жарықтандыру, мектеп салу, аурухана салу, ол менің міндетім. Сондықтан осы жұмыстың төңірегінде барлықтарыңызды бірлікке, ынтымаққа шақырамын. Наурызымыз түріктің құтты болсын. Ата бер десең берейін, көк аспаным аяма тұңда, көк жерім аяма арасында. Ұлысың оң болсын, ақ мол болсын ағайын, жамандық жоқ болсын. Елдің ырысына, жердің ырысына арылта көр. Амин. Амин. Қош келдіңдер құдалар, қош келдіңдер құдалар. Келдің ғой, бақытты болайын алайын. Ал күйеу бала, мына ақ жібек орамалмен қалыңдығыңның шашын сипа. Осы ақ жібек орамалдай бір-біріңнің алдарында арларың таза болғай. Енді міне мәңгілік құсыңды қолыңа қондыру үшін осы ақ жібек орамалмен қолдарын ұстатайын. Махаббаттарың дәл осы ақ жібектей пәк болсын. Берекеті қошеметтеріңізді қадеге. Ең жақпақты болсын.
арайланып айқай-ақ ей таң атқанын ісі ғой бұл жақсылық жаратқанның әз наурыз құтты болсын ағайындар ассалаумағалейкум қонақтарым айқай-ақ ағайындар қошемет қыл барыс келді өзіңе болсыншы табыс денді ауыз бірлік кетпесін елімізден құламасын ағайындар намыс бер айқай-ақ құтты болсын әз наурыз мерекеміз жаймашуақ жатқан бір ел екеміз халқымызда тоқшылық болсын деп бір жеті түрлі ас салып көжетеміз ақ халатты абзал жандар құрақ ұшқан бағыт еліне қызмет қылады бір бағыттан айырмасын әз наурыз мерекесі бәрімізді жақсылық қуаныштан айқай-ақ жазылсын ақ халаттың дастандары елімнің амандығы денсаулығы бастарманы келген бір қонақтар ағайындар күтіп тұр ақ дастарханның ақ халаттылардың дастархан айқай-ақ араңызға шашайын шашу денді құрметтеп үлкен кіші асыл енді жаңа жылмен ағайындар құтты болсын ауданымызға мәкенге әкім келді ешкімнің ала жібін аттамасын деп ала жіппен кесіп жатырмыз. Болашағы зор болып, осы егеменді еліміздің бір жақсы азаматшасы болуды тілектеспіз. Барлықтарыңыз аман болыңыздар. Наурыздарыңыз құтты болсын. Жақсылық тілеймін. Рахмет. Кешіріңіз апа, мына тағам қалай аталушы еді? Өкпе, е? Бұның ішінде жаңағы сүт, май. Бұлар сіздердің дәстүрлеріңізде жаңа наурыздың алдында жасалатын тағам, е? Жаңағы өкпе реніш болмасын деген ағайын арасындағы тағам ғой түсінгенім. Мынау әсіп қой біздіңше. Міне ұйғыр этно-мәдени орталығының түрлі тағамдары. Мынау біздің қазақ ет дәстүрі. Жалпы бұнда көбі 10 түрінен жасалады, шөп түрінен. Мынау тыква, е? Тыква, е? Ішінде не бар? Осылай пісірген, е? Бұны қалай пешке пісірген ба, суға пісірген ба? Тандырға. Мынау чөшірі ғой, е? Чөші. Жаңағы көктемнің алғашқы беде. Көк чөші. Беде жоңышқадан, е? Қазір жайрыны чөшір келеді. Ана лягманы өзіміздің. Әне, мынаны ал, мына пішміш. Өзбекский плов сияқты жасаған ғой. Уйгурский. Бұл да жаңағындай жаңағы. Мынамен пісіріп технологиясы бірдей, е? Керемет. Ал бұнда нанның түрі тұр. Енді иісі мұрныңыз жарады. Бұл жер Дүнген орталығының
тағамдары болу керек. Бұл жерде ең бір ерекшелігі салаттың түрлері көп болуы тиіс. Өйткені яғни көргеніміздей түрлі салаттар бар. Аның әрқайсысының ерекшелігі бар. Оны енді көреміз. Бүйжун, жаркетти, жинно, чүттен, наурыз дейді. Бұл жер славянский центр дейді. Бұл ұлт өкілдері наурызда тойлап жатыр, мерекелеріңізбен. Бірақ енді ерекшелігі бұл жерде осындай дүниелер ғой. Мынау кішкентай төсек. Білмедім не екен. Ал тағы да баршаңызға ұлыстың ұлы күн наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Көрдіңіздер, Жаркент жұрты жалпы наурызды қалай қарсы алған. 2 жылдан кейін наурызды тойлап, жұрт бір-бірімен жүздесіп, көрісіп, сондай бір ерекше қуаныш, ыстық ықыласпен наурызды қарсы алып жатыр. Алаңдағы ағайынның, алаңдағы жұрттың жалпы жүздерінен бұл жайнайды. Қазақтылықтың, соның ішінде бір салт дәстүрдің иісі аңқыды. Бәріміздің көңілімізде, көкейімізде қуантты. Көптен көріспеген жандармен жүздесіп деген сияқты. Тек қана осындай бейбітшілік болсын, жақсылық болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болып, дастарханымыз тек қана қуанышқа, жақсылыққа жайылсын. Сіздер жақта наурызды қалай тойланды, жалпы қандай салт дәстүрі бар? Жаза кетіңіз, лайк басыңыз, пікір білдіріңіз, бөлісіңіз. Әрқашан тек жақсылықта, қуанышта жүздесек аман болайық ағайын.